Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге хамир хасиб тамағын жасап көрсететін боламын. Бізге керек ең алдымен ұн, су, жұмыртқа, тұз. Алдымен қамырымызды жақсылап илеп, июін қандырып аламыз. Қамырды қанша көп илеген сайын қамырымыз сонша әдемі және де дәмді болады. Қамырды жақсылап илеп болған соң мен 5 бөлікке бөлдім. 5 бөлікке бөліп, әрқайсысын әр бөлшегін қамырдың осылай дөңгелектеп шығамыз. Содан соң бетін пищевой пленкамен жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамыр демін алып тұрғанша біз фаршты дайындаймыз. Бізге керек фаршқа пияз және де бір қайнатылған күріш, паприка, тұз және де жұмыртқаны қосып, жақсылап массаны араластырамыз. Достар, бұл хамир хасибтің ерекшелігі маған тию әдісі ұнайды. Өте керемет, жеңіл әрі білмеймін, енді мантыға ұқсас, мантыға қарағанда бұл хамир хасибтің фаршында ерекшелігі күріш қосылады және де оралған. Өте керемет тию әдісі. Пісіп шыққан хамир хасиб өте керемет, дәмді, кешкі асқа әсіресе сіңімді. Жасап көріңіздер, өте тойымды тамақ. Бұны аптасына 2-3 рет жасасаңыздар да болады. Өте жеңіл тамақ. Ас болсын.